50 тақырып қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы. Қазақ қоғамы ақсүйек, қарасүйек болып бөлінеді. Ақсүйек қауымын Шыңғыстың ұрпақтары төрелер құрады. Хандық таққа қатысты құқық Шыңғыс ұрпақтарына ғана сақталды. Қазақ ұлыстарын билеген барлық Шыңғыс ұрпақтың ортақ таңбасы ерекше ұраны болды. Қарапайым адамдар олардың есімдерін атамай тақсыр сөзін қолдануы тиіс болды. Қожалар, ислам дінін таратушылар оларды ақсүйектер қатарына жатты. Халықтың барлық қалған бөлігі қарасүйек деп аталды. Еркін адамдардың жеке басы мен құқықтарын қорғау ру мүшелерінің ынтымақтастығына байланысты болды. Билер де қарасүйекке жатты. Олар ру, тайпа басшылары мен әкімшілік сот қызметін атқарды. Шайқаста ерлік пен қолбасшылық көрсеткендерге батыр атағы беріледі. Қоғам тұрмыстық жағдайға байланысты бай кедей болып бөлінеді. Қоғамдағы әрбір адамның орны руның атақ деңгейімен айқындалды.